Сәлеметсіздер ме, құрметті супер ютуберлер. Бүгінгі сабағымызға қош келдіңіздер. Каналда қалай дұрыс ашу және настройкасын қалай жөндеу туралы айтатын боламыз. Жалпы канал ашқан кезде ең бірінші мән беретін нәрсе ол каналдың атауы. Қазір қарапайым мысалдармен сіздерге түрлі каналдарды келтіретін болам. Оған дейін кішігірім теорияға үңіле кетсек. Жалпы каналдың атын қоюда екі бағыт ұстанады. Ең бірінші бағыты бұл каналдың атауы өзіңіздің түсіріп жатқан темаңызға, бағытыңызға сәйкес болу. Екінші түрі ашқан каналыңызды өзіңіздің аты жөніңізбен ашу. Екі түрдің плюстар мен минустарын айтып кетемін қазір. Яғни каналдың атауы жасап жатқан ісіңізге байланысты болатын болса, онда сіздің каналыңыз тез дамиды, тез подписчик жинайды. Ал егерде каналыңыздың атауы өзіңіздің аты жөніңіз болатын болса, канал сәл ұзағырақ дамиды. Өйткені адамдар ветеринар Бекжан деп көрген кезде каналдың атауы соған сәйкес болатын болса, бұл канал мал емдеу туралы екен, малдың ветеринар туралы екенін бірден біледі. Кулинария қазақша деп терсе кірген кезде сразу каналынан көріп не туралы екенін біледі. СТОшник Марат, машина жөндеу, авто таңдау деген секілді атаулар болатын болса, адам сіздің каналыңызды кірген кезде немесе поискқа терген кезде алдыңғы қатарда шығуына бірден бір себепші болады. Сол арқылы сізде подписчик тез жиналады. Оның плюсы сол. Ал өзіңнің атауыңмен бастаудың плюсы сіздің атыңызды көбірек тани бастайды. Сізді тани бастайды, сізді аты жөніңізбен біле бастайды. Сіз уже жеке бренд дамытып жатсыз. Бірінші случайда каналдың атауын бағытыңызға сәйкес қойған кезде сіз компанияңызды дамытып жатқан сияқты болып есептеледі. Екінші случайда өзіңіздің жеке аты жөніңізді дамытып жатқан болып есептеледі. Әрқайсысы өзі қалауында атауын қалай қоятын. Бірақ менің жеке кеңесім тез каналыңыз дамып, тез табысқа шығу үшін жасап жатқан мамандығыңызға, салаңызға байланыстырыңыз. Мысалы, мына Сайдмурат Давлатов дейді. Сразу бизнес Сайдмурат Давлатов, бизнес наставник с Востока дейді. Каналына кіре салып, мына кісінің аты жөнін және каналы не туралы екенін көрініп тұрады. Бұндай да вариант бар. Екеуінің қосындысы аты жөні мен жасайтын саласы бойынша бірге қосылған. Немесе полезные аудио книги, мысалы, мына каналдың аты. Сразу YouTube'қа кірген кезде осы каналдың атауы, осы видеоның каналдың ішінде осында аудиокнигалар айтылады екен деп адам тіркеліп қояды. Өйткені бағанағыдай бір студенттер сұрақ қояды. Мен кулинариядан, тамақ пісіруден бөлек өзімнің жеке өмірімді көрсетсем бола ма дейді. Болады. Жеке влог ретінде көрсете берсеңіз болады. Ол каналында тек қана кулинария емес, бала тәрбиесі туралы, психология туралы, медитация туралы, аффирмация туралы да өткізу мүмкін. Сондықтан да адам шатасып қалмас үшін ол кезде аты жөніңізбен қоя салсаңыз болады. Әйгерім Сайлаубектің жеке каналы деген сияқты сөйтіп қойсаңыз болады. Ал егерде бір тақырыпта түсіретін болсаңыз, сол салаға байланыстырыңыздар. Мынау канал розетка деген сөзден шыққан электроникаға байланысты екен білініп тұр. Мынау мысал Марат Оралғайсин. Бұл жерде тек қана әртүрлі қызықты подкасттардан бөлек тағы да бір қосымша материалдар енгізу мүмкін. Және бұл Марат мырза өзінің жеке брендін дамыту мақсатында каналдың атын Марат Оралғайсин деп қойған. Өйткені өзінің жеке брендінің өзі өте танымал болғандықтан. Music деп қойған. Triangle Music музыка туралы екен. Мына ең бірінші бағанағы айтқандай плюсы, бұл сіздің сырттан келген адам каналыңыз не туралы екен білетін болса, подписчиктер тез көбейеді. Одан кейін екінші плюсы, каналдың атауы поискқа терген кезде алдыңғы қатарда шығуына әсер етеді. Мысалы, поискқа интернеттен ақша табу деп теретін болсақ, мына канал шығып тұр. Учидо интернеттен ақша табу жолдары деген. Және соған байланысты үші видеосы шығады. Енді қарап тұрсақ, бұл 13 мың подписчик бар, бірақ сонда да 193 мың просмотр жинаған блогердің алдында тұр поискқа терген кезде. Бисултан 69 мың просмотр бірінші тұр,
бірақ екінші сразу учидо деген тұр. Өйткені поисктағы терген атау каналдың атауына сәйкес болғандықтан алдыңғы қатарға шығады. Мінеки мотивация деп теретін болсаңыз, ең бірінші 19 миллион. Көрдіңіздер ма? Соған сәйкес мотивация деген сөздерге сәйкес видеолар шығады. Сәл төмен түсіретін болсаңыз, бұл жерде өте көп нелер конкуренция. Сондықтан да екінші қатарға түсіп кеткен мотивация X деген канал. 1 миллион просмотр болса да екінші қатарға түсіп кеткен, өткені конкуренция көп. Сондықтан да тағы да каналдың атауын қойған кезде конкуренция бар ма сол атау бойынша, сонда байқаңыздар. Бірақ қаншама конкуренция болса да преимущество сіздің каналыңыз атауының сәйкестігінде тұрады. Енді әр каналдың настройкасына кіретін болсақ, творческий студияға. Каналдың настройкасының ішінде ең төмен жағына түсетін болсаңыз, сол жағында мінеки. Канал деген екінші тұрған пункт бар. Осы жерде сіз Қазақстан деген таңдап, ары қарай ключевые словаға поискқа не терген кезде сізбен байланысты болатын сөздерді жазу керексіздер. Менің каналымның мысалында YouTube арқылы даму, YouTube арқылы ақша табу, интернеттен ақша табу, Мейрамбек Ағадилов деп терген кезде менің каналым осылардың қатарында шығады. Және ары қарай расширенный настройкаға кірген кезде, мына сіздің каналыңыз балаларға арналған ба, жоқ, балаларға да үлкендерге де көре беретін канал ма деген кезде осы жерде таңдау керексіздер. Енді доступный функция ары қарай уже регистрациядан кейін авторизация кезінде қосыла береді. Енді каналыңыздың банағы общий настройкасынан бөлек, мына жерде настройки канала деген сөз бар. Сол жағында мынандай сиқырлы таяқшаның суретімен. Мұны осы кнопканы басқан жағдайда сізде каналыңыздың дизайны, оформлениесі пайда болады. Жалпы оформление, дизайн, каналға шапка қою, бетіндегі логотипін дұрыс қою ендігі сабақта болады. Мына брендингті қалай дұрыстау керек, логотип қалай шығып тұру керек. Және мынау үшінші несінде основные сведения деген жерде мынау каналға кіріп, о канале деген сөз бар мынау жерде. О каналеге басатын болсаңыз, мына описаниясы тұрады каналдың. Канал о бизнесе, личностном росте и семейных отношениях деген. О канале, осы настройка канала деген жерде толтырылады. Яғни бұл жерде жалпы каналдың атауы мына жерде өзгерте берсеңіз болады. Және псевдонимі собачка басып, қандай каналдың аттары болса, сөйтіп теріп қойсаңыз, ертеңгі күні терген кезде сіздің каналыңыз өйстіп оңай шығатын жаңадан функция қосқан YouTube. Және описание каналында, мына жерде сәлем достар, канал автор Мейрамбек Ағадилов, кәсіпкер, YouTube тренер, киностудия Мейрам каналының директоры, қазіргі таңда 1 миллион тіркелушісі бар. Өйстіп толтырылған, жалпы менің каналым туралы мәлімет. Ертең күні каналдың атауы YouTube'пен даму немесе қазақша рецепт деп қойып жатсыздар ғой. Блогер Салтанат немесе басқа да бір атаулар қойып жатқан кезде, және тағы описаниясына сол сөздер кездессе, және банағы бірінші көрсеткен нұсқадай тегінде сол сөздер кездесетін болса, поискқа терген кезде сіздің видеоңыз, сіздің каналыңыз немесе видеоларыңыз алдыңғы қатарға шығуына үлкен себепші болады. Мына жерде қазір өзгерістер енген, 1 миллион 800 подписчик болды. Осын қазір өзгертіп ендіріп қойып жатырмын. Және опубликовать басқаннан кейін каналдың сілтемелері, каналдың обновлениялары енеді. Енді каналы барлар тура осы мен көрсеткен настройкалар туралап каналын жалғастыра беруге болады. Ал каналы жоқ ханымдар мен мырзалар, сіздерге осы видеоның астында қалай каналы ашу, телефонмен және компьютермен түрлері сіздерге ұсынылады. Соны көріп, осы настройкаларға сәйкес каналдарыңызды ашыңыздар. Бір аккаунттан бірнеше канал ашуға бола ма деген сұрақ әрине болады. Бірінші, ең алдымен алғашқы каналымызды ашып, соған инструменттерді қолданып үйреніп алайық. Келесі этаптарда қалай бір аккаунттан 2-3 канал ашып, жасау үлгісін көрсететін боламыз. Сала таңдау кезінде туындаған сұрақтардың бірі, өзімнің жеке өмірімді түсірсе бола ма, немесе бір контент емес неше түрлі видеоларды араластырып түсіруге бола ма, кейбір кісілерді мазалауда. Осыған енді, егер де сіздің түсіріп жатқан видеоңыз, мысалы тамақ пісіру болатын болса, ол аудиторияңыз зерттейсіздер. Аудиторияңыз әйел адамдар
болатын болса, значит, әйел адамдар көреді ау деген нәрселердің барлығын түсіре берсеңіз болады. Бірақ бір күн үйіңізде тамақ пісіру түсіріп отырып, ертең күні машина жөндеу немесе жиһаз құрастыру туралы түсіріп кететін болсаңыз, ол аудиторияңызға сәйкес келмейді және кейінгі видеоларыңыздың просмотрлары болмайды. Сондықтан да аудиторияңызға сәйкес келетін жеке өміріңізді түсірсеңіз де болады, егер де сол әйелдерге қатысы бар болса, егер де тамақ пісіріп жүрсеңіз. Егер де машина жөндейтін канал түсіріп жүріп, охота, рыбалка туралы да түсірсеңіз болады. Өйткені оның көрермендері, аудиториясы еркектер, саяхатқа шығатындар болғандықтан бір-біріне келеді. Егер де сіз қалай бизнес туралы канал жүргізіп отырып, ертең күн инвестиция туралы немесе криптовалюта туралы, қалай криптовалюта арқылы да ақша табуға болатынын түсіретін болсаңыз, ол келеді, интерестері сәйкес келеді. Өйткені ол жерде адамдар қосымша табыс тапқанын қалайды. Мінекей осылайша бір каналдың өзіне неше түрлі бағыттағы видеолар түсіруге болады, егер де сіздің көрермендеріңіздің интересіне, қызығушылығына екеуі бір-біріне сәйкес келетін болса. Мінекей құрметті супер ютуберлер, бүгінгі сабағымыз мәресіне жетті. Каналдың ашу теориялық түрін көрдіңіздер. Атауын қалай қойған дұрыс және описаниясы қандай болу керек. Ал енді сіздерге инструкциясы қай кнопкаларды басу керек жаңадан канал ашу үшін осы видеоның астында тұратын болады. Ал егер де каналдарыңыз бар болса, бағана көрсетілген настройкаларды туралап, ары қарай ешқандай қиындықсыз жалғастыра берсеңіздер болады. Келесі сабақта кездескенше аман болыңыздар, сау болыңыздар. Барлықтарыңызды жақсы көрем. Осындай білім алам деген жолдарыңызға Алла берекесін берсін. Ризық несібелеріңіз мол болсын. Келесі сабақта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.